Бұл бала әжесінің үйінде жүріп қара бөшкені байқайды. Оған бұл бөшкенің астында не бар екені қызық болатын. Бұл бөшке бұл жерде тұрғанына 50 жыл болды. Арақасын ешкім көрмепті. Ол бөшкеге бірнеше рет қарауға тырысты, бірақ оған бөшке астынан бір зат қарап тұрғандай көрінді. Осыған қоса әжесі де оған бөшке астында екі қол бар деп қорқытады. Осыдан соң ол бөшкеге жақындамады. Бөшкенің тереңдігін ешкім білмеді. Не үшін екені баланы қызықтырды. 15 жыл өтеді. Әжесі қайтыс болып, бала өседі. Үй 5 жыл бос тұрды. Үй сатылғанға дейін бала үйді. Ұрлықшылардан күзетуге келіп жүрді. Бұл жолы ол бөшкені есіне түсіреді. Үйді құлыптап баққа барады. Бөшке астында су кепкен шығарасын көре аламын деп ойлап барады. Біртүрлі су әлі бар, қап-қара.